2013 жыл қазақстандықтар үшін әлі көпке дейін ұмытылмас. Осыдан 3 жыл бұрын елімізде 8 бірдей әуе апаты болыпты. Солардың бірі Алматы іргесінде. Шымкент маңындағы әуе апатынан еш жимаған жұрт қайтадан қара жамылды. 29 қаңтар түскі сағат 13:00 шамасында Көкшетаудан Алматыға бет алған жолаушылар ұшағы Қызылту ауылына апатқа ұшырады. Әуе көлігінің бортында 21 адам болған, барлығы көз жұмды. Кейін анықталғандай ұшақ апатына ауа райының қолайсыздығы себеп болған. Сонымен қатар дүйім жұртты тағы бір дүрліктірген лаңкестік оқиға болды. Қазақстанда емес, ақш-та. Мұхиттың ар жағында жарыс болса да, оның еліміз үшін де әсері болған. 2013 жыл 15 сәуір Айгүлі Бостон марафоны өтіп жатқанда екі бірдей жойқын жарылыс болды. Оқиға салдарынан 3 адам қаза тауып, 260-тан аса азамат жараланған. Аталмыш оқиғаға қатысы бар деген күдікпен ағайынды Царнаевтар қамауға алынды. Ал күдіктілердің арам пиғылын біле тұра жасырды деген айыппен қазақстандық Азамат Тажаяқов пен Диас Қадырбаев жауапқа тартылған еді. Гүлназия, 2013 жылы ерекше көзге түскен министрде болған еді. Олжас, қай министрді айтып тұрғаныңды түсінбедім, есімде жоқ. Сен ұмытпасаң да зейнеткерлердің әлі де есінде. жыл еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Серік Әбденов талай адамның қалжыңына түрткі болып, ашуына да тиген. Әйелдердің зейнет жасын 63-ке ұзартпақ болған шенеунік басы дауға қалды. Осы оқиғадан кейін 9 ай өтпей ол орнынан кетуге мәжбүр болды.